Алматы облысы, Иғыр ауданы, Шонжы селосы. Илья Молотов-Бахти атындағы номер 3 орта мектебінің 8 сынып оқушысы Нариманова Алина Расулқызы. Мен сіздерге Абай Құнанбаевтың 11 қара сөзін өз ана тілім ұйғыр тілінде мәнерлеп айтып бергім келеді. Бәзілі Құдадың пәрзент тілейді. Ол пәрзентіні немі қылыды? Өлгенде орнымны бассын, рухимға құрбан оқсын, қирған чағымда беқіп күтсін демді. Оларының мұшындың башқы ойы бар мы? Балам, орнымны бассын деген неме кеп? Үзаңдың қалған дүния иксіз қалды демсен? Қалған дүнияны ғимыны сән немекчімісен? Өліп кетіп барған чағыда өзге қызғынып битқан кепің мұ? Өзге қимайдыған неме артықчы орның бар еді? Балының яқшысы қызық, ямыны күйік. Мұшындақ болдығалығыны біліп тұрып, ян немішкі сордың. Үзаңның дүният көрген хорлығың аз болды му? Үзаңның қылған іштілігің аз болды му? Әнді бір пәрзентіні тұққызып, оны іштіққа, оны хорлық көрішке немшін жамырақ болдың? Балам, рухимға құрбан оқысын десең, тірегіңді яқшы қылған адамларың көп болса, ұчағыда кімсің құрбан оқымайды? Әгер яманлығың көп болса, ұчағыда баланың оқыған құрбаны сені немге еткізмекші? Тірегіңді үзаң қалымғаншыланы өлгенде балам қылды демсен. Ақырет үшін пәрзент тылсаң, пәрзентіні яш өлсін дегінің. Әр етсін десең, әр етіп атансыны дозақтың құтылдырған бала қазақтың тұғыпты му? Қирған чағымда беқіп күтуді отсаң, ол му бош сөз? Біріншіден, сән шу чоңқыр қиылық етәлемсен, не етәлмемсен? Шкенчіден, балаң көйімчан болып, сені беқіп күтудіған дәрежі келелемді, е келемемді? Үшіншіден, әгер сенің милың ба болса, кім асырмайды? Әгер милың жоқ болса, қандақ асырашым кемне болды? Балының мал тапарлық, е мал чачарлық дәрежеге чымы шықтайын нәрсе. Хош, Алла Таала саңа пәрзент бәді дейлік. Сән шу пәрзентіні беқіп күтәлемсен? Асырап, пәрвішлеп, яқшы адама қатар қошаламсен? Яқ, қошалмайсен. Әйне әвуны пірме, әйне мұны пірме деп алдайсен. Андын үзаңның қылған ішінға үзаң мәз болып күлсен. Ақыры балаң алдамчы болып шықса, кімдің көрсен? Тыла деп әттей бірін тылғызып, андын сөз аңымас бұ чатақчы тегімеңлара деп балының ғұрырық тегіп, раса тәнтеклікті күтсен. Діні оқышқы бәргенде қәт тонсаң етіду деп әрзен моң тапсен. Бұ дүнияда құл шумадан болмсаң, паланчының балсесіне сыртыңдың сетіп кетіду деп бір жаңғы шәңгісіз қылсен. Мұшыма сенің бәрген тәрбияң? Мұндақ балдың қандақ яқшы күтмексен. Шындақла өрліп-чөрліп бірәрдің мал дүния тілейсен. Сән шу мал дүнияны Құдадың тылдың му? Яқ, Құдадың тылмыдың. Құдағу бердіғу, бірақ сән шын ала алмайсан ғу. Құда әмдек қылсын, мал дүния тапсын деп саңа күш қуәт берді. Сән о күш қуәтіні ішілт әлмейсен. Күш қуәтінің орныны сәріп қылсын деп саңа ылым пән берді. Сән ылым пәнні оқымайсен. Кім ылым пән оқыса, шының чүлік әқыл парасет берді. Қынесін ошу әқылың? Не кетті? Кім болсын? Бұ дүнияда ерінмей оқат қылып, өз орныны тепіп берсаң, кім бай болмайды? Сәбін олымыдың, сенің олығының бірәріні алдап еліш, бірәріні қорқытып еліш, бірәрдің ялвырып еліш. Сенің дайым олығының шу. Бұл сенің Құдадың тілеп алының қиятмайды.
Үзеңнің har nomsың сетіп, абыройыңны чүгіп, адам деген ұлық итаңның дәритсін түшергенлік. Хош, шындақ қылып жүріп, мал дүния тепіп, бай болдың. Бірақ сен шу мал дүниярың сәріп қылып, ілім пән тепшін керек қой. Сен үзең тапалымсаң ма, сенің балаң тепіш керек. Ілім пәнсіз ақырет му, мал дүниям yok. Ілім пәнсіз оқыған намызың, тұтқан розаң, hiçbir seni inabet орныға апармайды. Малны іштіқпен тепіп, іштіқпен аяқларсың. Her kişi malını oğurçılıqpен tepip, aldamçılıqpен қашайды. Meyvet, ғазап, köyük üç нәрсесінің бойныңдан қалмайды. Бар чағда бай мән деп мақтын сен. Yok чағда бір чағлада меніңдің болған деп көрәңлейсен. Гадайлыққа ұшырғанда, тілемчілік ұшырайсен.